Ассалаумағалейкум қызай ұрпақтар. 2022 жылы 8 ақпан бүгін міне. Тарбағатай ауданы Ақсуат жеріне келіп қалдық. Ақсуат жерінде Құба белге жерленген Ырғызбай әулие Досқан аулы. Досқан аулы Ырғызбай әулиенің мазарының басына да келген жайым бар. Ырғызбай әулиенің басында мазары бар екен. Ескі мазар және жаңадан кейін бой көтерген мазар. Ал одан сырт бұл жақтарда мешіт бар екен. Ар жағында кітапхана бар екен. Одан ары мұражай бар екен. Одан ары демалыс үйлері бар екен. Осы жаққа келіп мінәжат қылған халыққа демалыс үй арналып жасалған екен. Қараңыздар, бұл жерге кім келеді? Ырғызбай атамыз 1787 жылы дүниеге келіп, 1853 жылы дүниеден өткен кісі екен. Ол кісі емші, әулие, тәуіп болған кісі екен. Енді қазірде басына ауырған, сырқаған, еміздеген халық, ұрпақ көре алмаған, бала сүйгісі келетін халық, орыс демей, қазақ демей, Қазақстан демей, басқа мемлекет демей келіп атады екен. Жан жақтан. Аз дегенде бұл шетелден, оншақты мемлекеттен келетін жағдай бар сияқты. Оқысып көрсек. Бұл әулиеге тұрғызған мазар Ақсуат жерінен бір 80-90 шақырым маңайында болу керек. Біз түнделетіп жеттік бұл жерге. Өйткені біз Ақсуатқа келіп алдық. Алдымен Ақсуатқа келіп алғаннан кейін біз қайттық келген жолымызбен. Содан қайтқаннан кейін Аягөзге қарай жүретін жол бар екен. Соған дейін келдік. Аягөзге дейін келетін жол мөлшермен бір 20 шақырымнан астам екен, 25 шақырымдай. Ақсуаттан 25 шақырымдай жерде Аягөзге кететін жол бар екен. Өскеменге қарай қайтатын жолдың бойында. Солға қарай, Аягөзге қарай бұрылады екенсіз. Содан жүріп отырып, мөлшермен тағы да бір 30-40 шақырымда жол жүретін сияқтысыз. 30 шақырым маңайым екен. Сондай жол жүргеннен кейін барып, өнен кейін Аягөздің кететін жолынан шығып, тағы оңға қарай кетіп, тура кету керек екен. Бір бұрылмадан. Тура кеткеннен кейін тағы 25 шақырым жол басу керек екен. Сол кезде келіп, Ырғызбай әулиенің басына жетеді екенсіз. Енді Ырғызбай әулие туралы жазылған жазбаларды көріп, осындағы істелген шаруалар туралы мен сіздерге бөлісе кетейін. Әулие мазар осы жерде жатқан болу керек, сүйектер. Осы жерде таспен осылай қаланып бекітілген сүйектер бар екен. Мұнда білмеймін, әулиеге тұрғызылған осы жерде сүйегі болды ма, жоқ басқа бірге жерленген кісілердің сүйектері ма білмедім.
Енді мажар мында тұрғызылған. Міне. Ал енді бұл кісі туралы мында деректерді оқып көрейік. Атаға ұрпақтарынан ескерткіш күмбез дейді. 1990 жылы салынды дейді. Тосқана ұлы Ырғызбай 1787 жылдан 1850 жылға дейін. Тосқана ұлы Ырғызбай. Мұнда ата кесенесінің тарихы дейді. Әулие Ырғызбай Тосқана ұлы 1787 жылы туылған. 1850 жылы 63 жасында дүниеден өткен. Ұрпақтарына мені мына құба белге жерлеңдер, зиратымды көтермеңдер, ұрпақтарым көтереді деп өсиет қалдырған дейді. 75 жылдан соң Жәнібек ұлы Шынбайдың түсіне Ырғызбай ата кіріп, менің басыма зират көтер деп аян берген. Сол 1925 жылы Шынбай Ырғызбай атаға алғаш рет тастан қалап зират тұрғызған. Осы уақыттан бастап атаның зиратына мұқтаж адамдар түнеп атаның әулиелік, емшілік екінші ғұмырын бастаған. Шынбай ұрпақтары Көлдария, Қадыр, Қайырбек, Кенжебектер, Шыныбай бастаған істі абыроймен жалғастыруда. 1966 жылы атаның осы тас үйінің жергілікті тастан белсенді ел ақсақалдары тұрғызған. 1986 жылы алғашқы ескерткішті тасын қойдырған Тағабай ұлы Құнанбай жасаған шебер Сәбит ұлы Пушкин 2014 жылы 25 тамыз. Сабыровтар әулеті. Атаның осы тас үйін қызыл таспен қашатып қайтадан өңдеп салды дейді. Так, Сабыровтар туралы айта кетейін. Сабыровтар деген кісі. Біз Көкпектіге келген кезде сол кезде жоқ, Көкпектік емес екен. Қалбатауда сол кезде айтты. Өстіп, сендер немеге барсаңдар, Ақсуатқа барсаңдар, Ақсуатта Қызай ұрпақтары бар деді. Олар кімдер? Өстіп, Қызай ұрпақтары бар. Сабыровтар деген мықты кісілер бар. Генерал болған, полковник болған кісілер. Деп солай айтты. Сол айтылыс бойынша біз Ақсуатқа келдік. Кеше күні сол кісілерді іздеп таптық. Мұнда түнейтін орын екен міне. Жата осында түнеп. Мына жатқылатын жер екен. Содан Сабыровтар таптық. Дәлелхан деген ағамыз 2009 жылы дүниеден қайтқан екен. Енді
Бәділқан деген ағамыз, ол кісі қазір Астанада мына неме дейді, қазақ күресінің деді ма, вице-министрі деді. Сондай қызмет атқарып жатыр екен. Сонда жұмыста екен. Тағы бір ағамызға кезіктік. Ол кісі бізді бастап осы жерге әкелді. Ол кісінің өзімен біраздан кейін танысатын боламыз. Бұл кісілер Қызай ішінде Бегімбет руынан екен. Бегімбет руынан осы Қазақстан жерінде туып өскен екен. Ол туралы мүмкін болса сұхбатқа келісе алса, біз ол кісімен өзімен сұхбаттасамыз қазір. Енді мына кесенені сол Қызай ұрпақтар тұрғызған екен. Савровта тұрғызған екен. Міне, мына жақтан. Тасын Павлодар облысына әкелген дейді. Осы Қызылтасты. Қашатып осылай тұрғызған екен. Енді кесене құрылысының ой иесі, жоба жетекшісі Бәделқан дейді міне. Бәделқан Қамалқанұлы дейді. Савроп. Қаржыландырған Ағзам асыл тұқымды жылқы заводы дейді. Осы кісінің өзінің Ағзам атты асыл тұқымды шаруа қожалығы бар екен. Савроптар әулеті дейді. Бұны құрылысты ұйымдастырған кісі Тағабай тегі дейді. Болат Құнанбайұлы дейді. Ұйымдастырған кісі. Ал енді қаржыландырған осыны тұрғызған Савроптар. Бәделқан Савроп тұрғызған Қызай ұрпағы. Қызайдың Бегімбет руынан. Енді бұл мазарға кіріп көрейік. Бұның ішіне де кіруге болатын шығар. Әулие Атамай. Әулие Ырғызбай Досқан ауылы 1787-1850. Шығыстың рухани байлығы дейді. Бұл кісінің басына міне осылай тастан тұрғызылған төбесі. Биіктігі мөлшерімен 7 метр болу керек. Өйткені 6 деген сан қазақта жақсы сан емес. Сондықтан 7 деген санды көп қолданады. Осылай тұрғызылған. Қызай анамыздың мазары қашан осылай болады. Көрдіңіздер, ішін түсірдім. Осылай мазар тұрғызылған. Бұлай міне бәрін сондай жасаған. Енді бұл бағанағы Савроптар негізі бұл жақта туып осы жақта өмір сүрген екен. Нағашысы болады екен. Нағашыларында өмір сүрген екен, нағашының жерінде. Енді осында өмір сүрген, мен осында белді, мықты жұмыстарда белді кісілер екен. Міне даналығы болу керек. Қызай анамыздың, Томалақ анамыздың даналығы сіңген ғой. Міне әулие әмбиелерді құлықтап, солардың басына осындай бір құрылыстар салып,
жұмыс атқару деген оңай нәрсе емес. Қазір білеміз ғой, бай қалтырауық болады дейді. Байлардың қалтасынан 10 теңге шықпайтын. Міне, бұл байлық болсын болмасын, Савроптардың тектілігінен шығып тұрған жағдай. Көрдіңіз ба? Осындай әулиені ұлықтау деген. Тектіліктің нәтижесі деп айтуға болатын шығар. Мынау міне мешіт. Бұл мешіт құрылысы осы кесененің қасында ғана, көп ұзақ емес. Бұл туралы оқып көреміз. Так, Алланың разылығы үшін осы мешітті салдырған азаматтар дейді. Жомарт Мұхаммед Сайди ұлы, Садвақасов, Асқар Жолдахамет ұлы, Аман Жолов, Руслан Сәбит Али ұлы, Баширов, ұйымдастырушы Мешітбай қызы Лиза апа қажы дейді. 2008 жылы 8-29 күні. Мешіт құрылысы осылай салынған. Енді осының қасында мына жақта кітапхана тұр. Оның ар жағында мұражай тұр. Одан ары қарай міне мынау жазда қандай көркем болады десе, мына жерлер неше түрлі ағаштар егіліп жатыр екен. Көркем жер. Ары қарай анау 500 адам тамақтануға болатын ас үйлер дейді. Ар жағы осында келген кісілерге жатын орын дейді. Енді мына кітапхана туралы келек. Дала даналары кітапханасы дейді. Кітапхана осылай тұрғызылған екен. Міне кітапхана. Кітаптар. Ырғызбай әулие кітапханасы дейді. Мына қараңыздар. Şöyle sahtalaştı. Kitaplar da var. Muhtara özüp değil. Kur'an Kerim'dir. Eski dini kitaplarım, Kur'an Kerim'dir. Халықтан айналдым осылай тұрғызған. Көрдіңіздер ме?
кітапхана осылай міне. Көрдіңіздер. Келесі видеода мен арғай таныстыратын боламын. Сау саламат болыңыздар.